Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика 3 сынып 5 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы 3 таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. Күн райының адам өміріне әсері. Бүгін сендер 3 таңбалы сандарды қосуды және азайтуды үйренесіңдер. Бірінші есеп бізде есепте деп тұр, яғни берілген сандарды солдан оңға қарай ретімен орындай отырып, есептің мәнін табуымыз қажет. 190-ға 70-ті қосамыз, одан шыққан санынан 60-ты азайтамыз, одан шыққан саннан 80-ті қосамыз, шыққан санды 90-нан азайтамыз, және одан шыққан санға 50-ді қосамыз. Сонда мәні бізде 240 шығады. Дәл солай келесісінде орындаймыз. 600-ге 120-ны қосамыз, одан шыққан санынан 80-ті азайтамыз, одан шыққан санға 120-ны қосамыз, және тағы 100-ті қосамыз, одан шыққан санға 50-ді қосамыз. Сонда мәні бізде 910 шығады. Балалар, мен сендерге барлық тапсырмаларды жазып көрсетіп жатырмын. Сендерде дәл осылай әр санды әр төргеске жаза отырып орындаңдар. Екінші есеп, есептеу тәсілін түсіндір. Есептеу тәсілі жақша арқылы орындап шығарамыз. Ең алғаш 460-ға 70-ті қосамыз, және жақшаны ашамыз да 460-ға 40-ті қосамыз. Ал осы екеуінен осыдан шыққан санға 460-қа 40-ті қосамыз, 500 болады, 500-ге 30-ды қосамыз, сонда 530 болады. Ал 460-қа 70-ті қосқан кезде 530 болады. Міне дәл солай, мұндағы есепте бұлай айналып келгенде де екеуінің мәні бірдей шығу керек. Келесі 620-дан 60-ты азайтамыз, тең дейміз, яғни мына теңдікте мына теңнің мәнін есепте отырып табуымыз қажет. Жақшаны ашамыз да 620-дан 20-ны азайтамыз, 600 болады. 600-ден 40-ты азайтамыз, 560 болады. Міне 560. 620-дан 60-ты алған кезде 560 шығады. Үшінші есеп, есепте. Міне осы берілген есептердің мәнін табуымыз қажет. 490-ға 60-ты қосамыз, міне мен жазып көрсеттім. Сендер де дәл осылай жазуларың керек. Бұл жерде 10-дық, демек біз 10-дыққа қосамыз. 0-ге 0-ді қосамыз, 0 жазамыз. 6-ға 5-ті қосамыз, 15 болады. 6-ға 9-ды қосамыз, 15 болады. 5 түсіп бір ойда, 4 ойдағымен 5 мәні 550 болады. Келесісінде де 0-ге 0-ді қосамыз, 0, 6-ға 8-ді қосамыз, 14, 4-ті түсіп бір ойда болады, 4 ойдағымен 5 болады, сонда мәні 540 болады. 510-нан 40-ті азайтамыз, 0-ден 0-ді азайтамыз, 0 жазамыз, 1-ден 4-ті азайта алмаймыз, кіші сан, сондықтан қарсы сұраймыз, 11-ден 4-ті азайтамыз, 7, мына жерде қарсы сұрағандықтан 4 қалды, бір сан алып тастағандықтан 4 қалды, сонда мәні 4-дің өзін жазамыз, мәні 470 шығады. Келесі 910-нан 50-ді азайтамыз. 0-ден 0-ді азайтамыз, 0 жазамыз, 1-ден 5-ті азайта алмаймыз, сондықтан қарсы сұраймыз, мұнда 8 қалады, 11, 11-ден 5-ті азайтамыз, 6 болады, мұнда 8 деген сан қалғандықтан 860 болады. 8-дің өзін жазамыз. Келесі 1000-нан 70-ті аламыз. 0-ден 0-ді аламыз, 0-дің өзін жазамыз, қарсы сұраймыз, 10 болады, 10-нан 7-ні азайтамыз, 3 болады, мұнда қарсы сұрағандықтан бізде 9 деген сан бар, өзін жазамыз. Сонда 930 болады. Дәл осылай есепті шығарамыз. Келесі бізде әсі дәл осылай шығарылады. Келесі бізде Б есебі сантиметрлер берілген, яғни есептеген кезде сантиметрлерге назар аударамыз. Яғни бұл жерде сантиметрден сантиметрді азайт деп тұр. 730 сантиметрден 50 сантиметрді азайтамыз. Дәл А есепке ұқсас, бірақ бұл жерде өлшем бірліктерін жазуды ұмытпаймыз. 0-ден 0-ді аламыз, 0-дің өзін жазамыз, 3-ден 5-ті азайта алмаймыз, сондықтан қарсы сұраймыз, мұнда 6 болады, мұнда 1 болады, 13-ден 5-ті азайтамыз, 8 болады, мұнда қарсы сұрағандықтан 6 қалды, 6-ның өзін жазамыз, сонда 680 сантиметр болады. Міне осылай есептеп шығарамыз. Бұл есептерді біз жазған кезде бірден ауызша шығарсақ болады. Ауызша шығара отырып, жылдам есепте аламыз. Төртінші есеп, бұл жерде есепті шығар деп тұр. Есептің шартын құрып шығаруымыз керек. Ол үшін есепті толық түсініп алу қажет.
Биыл күн райының қолайлы болуына байланысты астық мол шықты. Бірінші егіс алқабынан астық қоймасына 457 мәшине бидай, ал екінші егіс алқабынан бұған қарағанда, мына машинаға қарағанда 35 мәшине бидай кем жеткізілді. Мынаған қараған кезде. Мынаған қараған кезде кем жеткізілді. Қоймаға 2 егіс алқабынан барлығы неше мәшине астық жеткізілді. Демек біз бірінші және екінші егіс алқабындағы қанша өнім жинағанын табуымыз қажет. Бірінші егіс алқабындағы неше мәшине жинағанын жазуымыз қажет. Біріншісінен 457 мәшине астық жиналды, бидай жиналды. Екіншісінен, екіншісі біріншісіне қарағанда 35-ке кем деп тұр. Демек бұл жерде 35 бидайға кем деп тұр. Демек бұл жерде азайту амалы жүзеге асады. 457-ден 35-ті азайтамыз. 422 мәшине, яғни бұл біріншісіне қарағанда екіншісі 422 мәшине бидай жеткізілген екен. Ал енді біз егіс алқабына барлығы деген сөз тұр. Демек біз бірінші мен екіншіні таба отырып барлығын табуымыз қажет. Біріншісі белгілі, екіншісін тауып алдық. Енді барлығын табамыз. Ол үшін 457-ге 422-ні қосамыз, мәні 879 метр шықты барлығы. Өрнек ретінде көрсетіп қойдым. Өрнек ретінде осылай шығаруға болады. Жауабы қоймаға 2 егіс алқабынан барлығы 879 мәшине астық жеткізілді. Есептің мәліметін өзгертіп, оны қайтадан шығарып көрсетеді. Енді мәліметін өзгертуіміз қажет. Біріншісі 476 мәшине жеткізілді. Екіншісі біріншіге қарағанда 44 мәшине кем жеткізілді. Бұл жерде біз 35 еді ғой, енді келесін өзгерте отырып 44 деп алдым. Сендер де өздерің ыңғайлы қылып сандарды жазсаңдар болады, ондық сандарды. 476-дан 44-ті азайтамыз, 432 метр. Демек, біріншісіне қарағанда, екіншісі 432 метр машина жеткізілді. Енді біз барлығын табу үшін 476-ға 432-ні қосамыз, 908 мәшине астық жеткізілді. Бесінші есеп, бір әріптен тұратын өрнектерді тауып оқы. Әріптердің орнына мәнін қойып, оларды есепте. Мұнда әріпті өрнектер, бір әріптен ғана тұратын. Мұнда бір әріптен тұрады, А көбейтілген 2, А қосылған 456. Бұл бір әріптен тұрады. Ал екі әріптен тұратын ол А қосылған 800, азайтылған Б деп тұры. Бұл екі әріптен тұрады. Ал мынау 387 қосылған А деген бұл бір әріпті өрнек. Мұнда да бір әріпті өрнек, ал мұнда екі әріпті өрнек. Біз бірінші бір әріпті өрнектің мәнін табуымыз қажет. Ол үшін А деген бізде 9 деген санға тең, Б деген бізде 100 деген санға тең. Демек, біз 9-ға 2-ні көбейтеміз, сонда 18 шығады. Келесінде А қосылған 456 дегеніміз, енді демек А деген 9-ға тең. 9-ға 456-ны қосамыз, 465 шығады. Келесінде 387. 387-ге қосылған А деп тұр. Демек А деген 9-ға тең. 9-ға тең. Енді осы 9 деген санды қойып, есептеп мәнін табуымыз қажет. 387-ге 9-ды қосамыз, 396 шығады. Енді мұнда 813 деген бар. 813 азайтылған Б деп тұр. Енді Б дегеніміз 100 деген санға тең. Бұл жазылып тұр. Сендер осы үлгіге қарасаңдар болады. 813-тен 100-ді азайтамыз. Бізде 713 шығады. Бұл бір әріпті өрнектер. Енді келесі. Сен мәні берілген бір әріптен тұратын өрнектің шешуін жаза аласың. Екі әріптен тұратын өрнектің мәнін тауып көр деп тұр. Үлгісі көрсетіліп тұр.
А қосылған 8 қосылған Б десе, бізде А дегеніміз 9-ға тең, Б дегеніміз 100-ге тең. Демек, бізде А берілген әріптердің орнына 9-ды қойып, Б берілген әріптердің орнына 100 деген санды қойып, есептің мәнін табуымыз қажет. 9 қосылған 8 қосылған 100, сонда мәні 117. Есепті шығарамыз. Бізде міне А қосылған 800 азайтылған Б деп тұр. А дегеніміз міне, А дегеніміз 9 деген санға тең. Міне. А дегеніміз 9 деген санға тең. А, міне 9 қосылған 800 азайтылған Б. Бізде Б 100 деген санға тең. Міне. 100, сонда мәні 709. Келесі А қосылған 8, жақшаны жабамыз, қосылған Б. 9-ға 8-ді қосамыз, одан шыққан санға 100-ді қосамыз. Мәні 117 шықты. Алтыншы есеп. Есеп бойынша өрнек құрып, оны шығаруымыз қажет. Сендерге түсінікті болу үшін шартын құрып жаздым. Жаңбырлы күні дүкенде 240 ерлер қолшатыры және одан 130-ы кем әйелдер қолшатыры сатылды. Барлығы қанша қолшатыр сатылды? Жалпы бізде ерлерде 240 қолшатыр бар. Ал әйелдерде одан деп тұр, демек, ерлерге қарағанда әйелдердікі 130-ға кем болып тұр. Енді біз ерлер мен әйелдердің қолшатырын нешеуі сатылған табуымыз қажет барлығы. Ерлер қолшатыры міне 240, әйелдер қолшатыры ерлерге қарағанда 130-ға кем. Мұнда кем дегеннің астын сызып қояйын. Демек, бұл жерде азайту амалы орындалады. 240-тан 130-ды азайтамыз, 110. Демек, әйелдерде 130 қолшатыр сатылды. Әйелдерге арналған. Енді барлығын табу үшін әйелдер мен ерлердің қолшатырының санын қосуымыз қажет. 240-қа 110-ды қосамыз, 350. Барлығы 350 қолшатыр сатылды. Міне өрнек ретінде көрсетілген 240 қосылған жақшаны ашамыз. 240-тан 130-ды азайтамыз, 110 шығады. 240-қа 110-ды қосқан кезде 350 шығады. Барлығы 350 қолшатыр сатылды. Келесі 7-ші есеп. Әріптердің орнына бағандағы сандарды кезекпен қойып, өрнектер құрап жаз, олардың мәнін тап. Мұнда қызыл түстегілерді ретімен қосамыз, жасыл түстегі, көк түстегі және сары түстегілерді ретімен қоса отырып, есепті шығаруымыз қажет. Демек, бұл жерде 35 қосылған Д деген сөз 11. Д-ның орнына, Б-ның орнына 11-ді қоямыз. Қосылған 7, қосылған С. С-ның орнына міне ретімен 7-ні, 12-ні, 13-ті, 3-ті ретімен жаза отырып, есеп мәнін табуымыз қажет. Міне 35-ке бірінші 11-ді қосамыз. Қосу 7, қосылған 7, мәні 60 шығады. Келесі 35, қосылған 18, қосылған 7, қосылған 12. Байқасаңдар, рет-ретімен, түс-түсімен қосып жатырмын. Қызыл түсті қостым ба, демек, мына беттегі де қызыл түстегі санды қосып жатырмын. Сендер де солай қосуларын қажет. 35, қосылған 18, қосылған 7, қосылған 12, мәні 72. Келесі көк түстегі 35, қосылған 14, қосылған 7, қосылған 13, мәні 69. Келесі 35, қосылған 65, қосылған 7, қосылған 3, мәні 110. Дәл осылай ретімен қосып орындаймыз. Келесі 8-ші есеп. Өрнектерді құрастырып жаз, олардың мәнін тап. 120 мен 50 сандарының қосындысы деп тұр. Демек, 120 мен 50 сандарының қосындысына 100-ді қос деп. Міне, жақшаны ашып аламыз. 120-ға 50-ді қосамыз, одан шыққан санға 100-ді қосамыз. Мәні 270 шығады. Келесі 306 санына 120 мен 60-тың айырмасын қос. Демек, бұл жерде мен деген кезде екеуі бірге орындалады. 120 мен 60-тың айырмасы деген сөз 120-дан 60-ты азайтып, одан шыққан санға
306-ны қосуымыз қажет. Бірінші жақша орындалады, содан кейін барып жақшаның сырты орындалады. Мәні 366 шығады. Келесі 980 мен 500-дің айырмасы деп тұр. Демек біз жақшаны аша отырып 980-нен 500-ді азайтамыз, одан шыққан санға 300-ді азайтамыз. Сонда мәні 180 шығады. Келесі 500 санына 120 мен 80-нің айырмасын қос. 120 мен 80-нің айырмасы, яғни 120 мен 80-ді азайтамыз, ал одан шыққан санға 500-ді қос деп тұр. Бірінші жақша орындалады, содан кейін 500-ге қосамыз, мәні 540 шығады. 9-шы есеп, есепті шығарыңдар. Биылғы жылы жаңбырлы күн көп болды. Бұлтты күн одан 40 күнге артық, ал қалған күндер ашық болды. Биыл қанша күн ашық болды? Есепте қандай мәлімет жетіспейді? Бірінші асын шығарып алайық. Жаңбырлы күн 60. Міне. 60 күн, бұлтты күн 40 күн. Жалпы ашық күнді табуымыз қажет. Міне шартымен есепті жазып көрсеттім. 60-қа 40-ті қосамыз 100 күн, бұл бұлтты күндер саны. Енді 60-қа 100-ді қосамыз 160, бұл жаңбырлы мен бұлтты күндердің саны. Енді бір жылда 365 күн бар, 365-тен 160-ті азайтамыз 205 күн. Демек ашық күндер саны биыл 205 күн ашық болды. Есебі берілген диаграммаға қара. Диаграммада қандай күндер белгіленген? Бір дөңгезді 10 күн деп есепте ашық, желді, бұлтты, жаңбырлы күн қанша дейді. Міне бізде түстері берілген: ашық күн, желді күн, бұлтты күн, жаңбырлы күн. Мына қызылдақ жаңбырлы күн. Демек бұл 5 деген сөз, әрқайсысын 5-ті 10-ға көбейткен кезде 50 деген сөз. Мұнда 50 жаңбырлы күн, бұлтты күн 60, ашық күн 90, ал желді күн бізде 40. Ашық күн 90, желді күн 40, бұлтты күн 60, жаңбырлы күнді табуымыз қажет. Жалпы бір жылда 365 күн бар екені барлығыңа белгілі. 90-ға 40-ты, 60-ты қосамыз 190 күн. 190 күн бізде ашық, желді, бұлтты күн болды. Енді жаңбырлы күнді табамыз. 365-тен 190-ды азайтамыз 175 күн. Демек, биыл 175 күн жаңбырлы болды деген сөз. Келесі есеп дұрыстығын тексере отырып есепте. Дұрыстығын тексеру үшін баған түрінде жазып есептеген дұрыс. Міне, мен жазып көрсеттім, дәл осылай, әр санды әр төркеске жаза отырып, арақашықтығын сақтай отырып, дәл осылай жазыңдар. 460-қа 500-ді қосамыз. 0-ге 0-ді қосамыз 0, 6-ға 0-ді қосамыз 6, 4-ке 5-ді қосамыз 9, мәні 960. Енді дұрыстығын тексеру үшін 960-тан 500-ді азайтамыз, 0-ге 0-ді азайтамыз 0, 6-дан 0-ді азайтамыз 6, 9-дан 5-ді азайтамыз 4, мәні 460. Демек есебіміз дұрыс. Келесі 90-ға 80-ді қос, демек 10-ға 10-ді қосамыз. 0-ге 0-ді қосамыз 0, 9-ға 8-ді қосамыз 17, мәні 17, демек жазамыз, мәні 170 шығады. Енді дұрыстығын тексеру үшін 170-тен 80-ді азайтамыз. 0-ден 0-ді азайтамыз 0 болады. 7-ден 8-ді азайта алмаймыз, сондықтан қарсы сұраймыз. 17-ден 8 азайтамыз 9, мәні 90 шығады. Міне есептің үлгісі барлығы жазып көрсетілген. Осыған қарап, өздерінің есептерінің дұрыстығын тексерсеңдер болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнады деген ойдамын. Ұнаса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.